Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен квант сандарын жалғастырамыз. Өткен сабақта біз 4 квант санын айтқан болатынбыз. Квант сандар біз 4 екенін айтқан болатынбыз. Бұл бас квант сан, орбиталь квант сан, магниттік квант сан және спин. Бұлар электронның энергиясын, пішінін, деңгейін анықтайды. Бүгін қазір осыған байланысты бірнеше тапсырма орындаймыз. Одан кейін тақырыбымызды жалғастырамыз. Паули принципін өтеміз, Хунт ережесімен танысамыз, Кличковский ережесімен танысамыз және квант сандарын біз жазып және энергетикалық деңгейлерді сызып үйренеміз. Сонымен, мынандай тапсырма болатын болса. 3d8-де орналасқан электрон, осының біз квант сандарын анықтап көрейік. 3d8 дегенде бізде қандай ақпарат беріліп тұр? Бірінші, 3 деген сан нені білдіреді? 3 дегеніміз бұл деңгейді көрсетеді. Яғни, осы электрон 3-ші деңгейде орналасады. Сонда бас квант саны n тең 3-ке. Орбиталь квант саны не бізде? Деңгейше, D деңгейшесі, L тең бізде S 0 болатын болса, P 1 болатын болса, D бізде 2-ке тең. L тең 2-ке. Магниттік квант саны. Біз L 2 болатын болса, минус 2-ден бастап, плюс 2-ке дейін. Яғни 5 ұяшық бар екен білеміз. Мұнда минус 2, минус 1, 0, 1 және 2. Осының ішіндегі қай орбитальде орналасқанын көрсетеді магниттік квант сан. 3d8-ді осы ұяшықтарға орналастырсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни магниттік квант сан 0-ге тең болады екен. Осы 3d8-дегі электрон ортадағы 3-ші орбитальде орналасады. Мынау. Және спин саны, бұл бізде жоғарғысы плюс 2-ден 1 болады, төменгісі минус 2-ден 1. Енді біз 8-ші электронды қайсы екенін айттық. Бірінші электрон жоғары қарап тұр, екіншісі жоғары, 6-ші электрон төмен, 7 төмен және 8-ші төмен. Яғни спині оның минус 2-ден 1 болады екен. Сонда біз осылайша осы электронның барлық квант сандарын анықтап шықтық. Ол 3-ші деңгейде орналасады, 3-ші қабат. Оның орбиталь квант саны 2-ке тең, яғни ол D деңгейшесінде орналасады, оның өзінің белгілі бір пішіні бар. Оны өткен сабақта айтқан болатын. Және магниттік квант сан ол ортаңғы орбитальде орналасады, 3-ші орбитальде, және спин квант саны төменге қарағандықтан минус 2-ден 1-ге тең. Осылай біз кез келген электронның сипаттамасын айта аламыз. Тағы бір тапсырма. 1s2, 2s2 және 2p4 болатын конфигурацияның барлық электрондарының квант сандарын анықтап көрейік. Барлық электрондарының квант сандарын анықтап көрейік. Бұнда неше электрон бар, оқушылар? Бұнда бізде 2 және 4, 8 электрон бар. 8 электронның барлығының қазір квант сандарын анықтаймыз. Қандай квант сандар бар бізде? Бас квант сан N, орбиталь квант сан L, магниттік квант сан ML және спин квант сан MS. Бірінші электрон, екінші электрон, үшінші электрон, төртінші электрон, 5-ші электрон, 6-ші электрон, 7-ші электрон және 8-ші электрон. Бірінші электрон деп тұрғанымыз бұл 1s-тегі электрон, электрондар. Онда 1s-те бізде 2 электрон бар, мұнда көрініп тұр. Оның бас квант саны қандай? 1. Орбиталь квант саны 0, себебі s деңгейшесі. Магниттік квант саны 0 және спині біріншісінікі жоғары қарап тұрады, плюс 2-ден 1. Екінші электрон дәл сол деңгейде орналасқан, дәл сол деңгейде орналасқан. Деңгейі 1, орбиталь квант саны 0, магниттік квант саны 0, спині минус 2-ден 1. Келесі 2s-тегі
екі электронды сипаттаймыз. Бірінші электрон ол бас квант саны 2, орбиталь квант саны 0, себебі S, магниттік квант саны 0, және спині төменге жоғары қарайды плюс 2-ден 1. 2-ден 1. Келесі 2S'тегі екінші электрон. Бас квант саны 2, орбиталь квант саны 0, магниттік квант саны 0, спині минус 2-ден 1. 2-ден 1. Бесінші электрон бұл 2π-дағы электрондар. 2π-дің, егерде бұлай ұяшықтарын салдым болсам, π-да 3 ұяшық бізде. 1, 2, 3 және 4. Мынау электронын сипаттаймыз. Оның бас квант саны 2, себебі екінші деңгейде орналасқан. Орбиталь квант саны оның π болғандықтан 1-ге тең. Магниттік квант саны минус 1, себебі мынау минус 1, 0, плюс 1. Ал спині жоғары қарап тұрғандықтан плюс 2-ден 1. Келесі 6-шы электрон ол мынау электрон. Оның бас квант саны 2, екінші деңгейде орналасқан. Орбиталь квант саны π болғандықтан 1, магниттік квант саны 0 және спині жоғары плюс 2-ден 1. Келесі 7-шы электрон мынау. Оның бас квант саны 2, орбиталь квант саны π болғандықтан 1, магниттік квант саны 1 және спині плюс 2-ден 1. Және соңғы электрон ол мынау төменге қарап тұрған. Оның бас квант саны 2, екінші деңгейде. Орбиталь квант саны π болғандықтан 1, магниттік квант саны минус 1 және спині минус 2-ден 1. Сонда оқушылар біз барлық 8 электронды мына жерде орналасқан әрқайсысын жеке-жеке квант сандар бойынша жіктедік. Осылайша олардың айырмашылықтарын қарай алады екенбіз. Сонымен, енді оқушылар біз қазір тағы да оны қосымша Паули принципі және Хунт ережесімен танысамыз. Паули принципі. Паули принципі бойынша мынада ереже бар. Атомдағы кез келген протон, нейтрон және электрондардың бірдей энергетикалық және кеңістіктегі конфигурациясы, яғни сипаттамалар қасиеттері бірдей болмайды. Оған дәлел мына кестені қарасаңдар болады. Кез келген бір 2 электрон алыңыздар. 2 электрон, мұнда біз электрон сипаттадық. Міне, бір рәстегі 2 электрон, бірінші және екінші қасиеттері және сипаттамасы энергиясы бойынша бірдей ма? Жоқ. Бас квант саны бірдей, орбиталь квант саны бірдей, магниттік квант саны бірдей, спин квант саны әртүрлі. Сонда ең болмағанда бір сипаттамада оларда айырмашылық болады. Адам сияқты, екі адам бір-бірімен 100% бірдей болатын кездесу мүмкін емес. Оның түсі, түрі бір жерінде айырмашылық болады. Дәл сондай сияқты әлемдегі әрбір электронның, әрбір протонның және нейтронның өзінің энергетикалық деңгей сипаттамалары өзгеше болады. Осыны бізде квант сандар талдап анықтайды. Паули принцип бойынша атомдағы электрон, протон және нейтронның екі бірдей нейтронның, немесе осы бөлшектердің бірдейі екі бірдей бөлшегі кездеспейді. Болмайды, кездеспейді. Және екінші ереже бұл Хунт ережесі. Хунт ережесі бойынша біз мына деңгейшеде электронды толтырған кезде деңгейшедегі спин квант сандарының қосындысы максималды түрде толтырылуы тиіс дейді. Деңгейшедегі спин электрондардың спин квант сандарының максималды болу қажет. Квант сандар максималды болу қажет. Яғни, қалай? Біз мына D-да немесе P-да электрондарды орналастырғанда мен белгілі бір ережеге сәйкес орналастырдым. Егер де ол ережені сақтамасам, мына мысалды алайық. P-дан мен 4 электрон толтырдым. P-да бізде 3 ашық бар екен білеміз. Міне. 4 электронды қалай толтыруға болады? Біз білетініміз
бір орбитальде максимум 2 электрон сыйғызуға болады. Міне. Біреу, екеу, үшеу, және төртеу. Бұлайынша, осылайша біз 4 электронды орналастырамыз. Бірақ бұл Хунт ережесіне сәйкес келе ме? Соны анықтап көрейік. Егер де осылай орналасатын болсам, онда барлық спиндердің қосындысын көрейік. Ол максималды болу керек. Максималды бола ма? Бірінші электронның спині плюс 2-ден 1. Екінші электронның мына спині ол да плюс 2-ден 1. Үшінші электронның спині минус 2-ден 1. Төртінші электронның спині минус 2-ден 1. Қосындысы қанша болады оқушылар? 0-ге тең. Тең 0. Келесі комбинацияны көрейік. 3 үй ашық, 4 электрон орналастырамыз. Барлығын жоғары қаратам. Осылайынан орналастырсам, онда бізде 4 электрон жоғары қарайды. Барлығының спиндері плюс 2-ден 1. Сонда плюс 2-ден 1-ді 4-ке көбейтетін болсам, менде 2 болады. 2 әрине ол үлкен мән. Бірақ бұл қай ережеге қайшы келіп тұр? Ол бізде Паули принципіне қайшы келіп тұр. Не себепті? Ол кезде мына 2 электронның атомдағы сипаттамалары ұқсап қалды. Яғни, бас квант саны да бірдей, орбиталь квант саны бірдей, магниттік квант саны бірдей, және спин да бірдей болып қалды. Сондықтан бұл Паули принципіне қайшы. Қарама қарсы. Сондықтан бұл вариант алып тастаймыз. Келесі вариантты көрейік. Төменнен бастап көрейік. Төменнен бастап толтырайық. 1, 2, 3 және 4. Осылайынан орналастырып көрейік. Онда төменгілерді минус 2-ден 1 десек, үшеуі минус 2-ден 1, плюс минус 2-ден 1, плюс минус 2-ден 1 және плюс 2-ден 1. Оның қосындысы, мына екеуі жойылады, 0 болады, қосындысы минус 1-ге тең. Минус 1 бізде 0-ден кіші, сондықтан бұл вариант болмайды. Ал енді мен сызған вариантты көрейік. Мына вариант. Мен үшеуін жоғары қараттым, біреуін төмен қараттым. Бірінші жоғары қаратып алдым барлығын. Плюс 2-ден 1, минус 2-ден 1 бір-бірін жоятын болса 0 болады. Плюс 2-ден 1 мен плюс 2-ден 1 қосатын болсақ, мына жерде 1 болады. Сонда қайсысы ең үлкен? Әрине мынау 2 болып тұр, бірақ бұл Паули ережесіне қайшы. Одан кейін ең үлкенгі 1, минус 1 және 0. Қайсын аламыз? Хунт ережесі бойынша біз 1 деген аламыз. Сонымен осылай толтыру ол Хунт және Паули ережесіне сәйкес болады екен. Сонымен оқушылар, бүгін біз квант сандарына бірнеше мысал жасадық. Ол бізде әрбір электронның энергетикалық және кеңістіктегі сипаттамасын көрсетеді. Паули және Хунт ережесімен таныстық және дұрыс толтырылу әдісін көрдік. Келесі сабақта біз осы квант сандарын жалғастырып, Клишковскийдің электрондық конфигурация толтыру ережесімен танысамыз. Сау болыңыздар.